Нұрберген Қайсар, нөмір 29-шы Фариза Оңғашынова атындағы 1-ші В сынып оқушысымын. Сынып жетекшім Жанат Абдуллайна. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ. Бүгін Қазақстан халық 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күнін тойлап жатыр. Қазақстан елінде 30-дан астам өзге ұлт пен ұлт өкілдері киелі қара шаңырақтың астында тату тәтті береке бірлікте тойлап жатқанын, бірлігіміз жарасып, еліміз тыныш, ұлт демей басқа демей тату тәтті бейбіт өмір кешейік достар. 1 мамыр құтты болсын.